öttü? Kelime de öttü. Ne öğrendin balabakşada? Adamlarla tanıştım. Жарайсың. Бүгін мен саған өзбек халқының салт дәстүрі, ұлттық киімдер, ұлттық тағамдар туралы айтып беретін боламын. Дайынсың ба? Ya. Ал кеттік. Өзбек халқының тағамдары өте көп. Оның ішінде шуара, дымлама, сорпа, чак-чак. Палау ол ұлттық тағам ішіне кіреді. Бүгін екеуміз палау дайындайтын боламыз. Дайынсың ба? Ya. Палау өте дәруменге бай тағам. Дайындау үшін бізге сәбіз керек. Сәбіз дәрумендерге өте бай. Нохат керек, күріш керек, май, ет, пияз, қоспалар, зірі. Бұл балам зірі. Бісміллә деп бастайық. Балам, мынау пышақ деген сұлу қару. Оны тек қана керек кезде қолданыламыз. Сен бұны ойнама. Сен маған көмектесесің ба? Ya. Кел. Бізді палауымыз дайын болғанша, мен саған өзбек халқының ұлттық киімдерімен таныстырам. Балам, бұл доппы, ерлердің бас киімі. Доппы деген төбені білдіреді. Қара, мынау орнаменттер. Неге ұқсайды? Қарашы. Bilgi. Жарайсың, балам. Бұл орнаменттер барлығы пішіндерден алынады. Балам, қара, мынау атлас мата. Бұлар әртүрлі реңдермен тігіледі. Жібек, жіптермен. Мынау әйелдердің, өзбек әйелдердің ұлттық киімдері. Бұлар жібек, алтын жіптермен тігіледі. Бұл кең сондай болады. Мынау енді ер адамдардың ұлттық киімі шабан. Шабан мезгіліне қарай тігіледі. Мынау қарашы қалың, бұл қыста киілетін, ішіне пахта тігілген. Ал мынау қара, мынау жұқа, бұл жаз мезгілінде киеді. Мынаны балам, мен саған тігіп бастаған едім. Соны бірге аяқтаймыз ба? Мен ниеттеніп, сені сүндет тойынға тігіп бастаған едім. Бірге аяқтаймыз, я? Кел. Қарашы, қандай әдемі тастармен істелген. Бұл бәрі қолмен тігіледі. Сен маған көмектесесің ба? Ya. Жарайсың, балам. Кел, абай бол. Балам, саған осыны тігіп бір аңыз айтып берейін. Бұрынғы заманда бір тоқмашы ханның қызын ұнатып қалады екен. Сөйтіп, ханның қызын оған бермейді екен. Оған айтады екен, сен менің қызымдан да сұлу көркем зат әкелсең, сол кезде саған қызымды берем деп айтады екен. Сол кезде тоқмашы түнімен мата тігіп шығады екен. Ертесіне сол матаны ханға апаратын кез келген кезде, ханға сол матаны тоқмашы алып барса, хан таң қалыпты. Не деген әдемі, не деген көркем мата, бұны сен қалай жасадың деп сұрапты. Тоқмашы сосын айтып беріпті. Мен бұл матаны жаңбырдан кейін ағаштың жапырағынан, бұлттың бір бөлігінен, күннің нұрынан алдым деп айтыпты. Сөйтіп, балам, сол аңыздан осылай хан атлас деген шығыпты. Реңлері қаны, сондай әдемі. Қаны, дайын болып қалды, я, балам? Кел, киіп көрші, балам. Саған жараса ма? Кел. Ой, әдемісін ай. Мына балам, қандай әдемі. Үстінде балам, ыстық денеңде тоссын. Енді біздің палауымыз дайын болып қалған шығар. Көреміз ба?